Бауыр, аз ғана шыдай тұр. Қазір бәрі дайын болады. Жамансың сен. Қазір аштан өліп қалсам қайтесің? Досыңды ұмытып кеттің. Міне бауыр, қарақұмықтан жасалған бұламық. Өте пайдалы. Фу, бұламықты жек көрем. Неге? Бұл дәмді ғой. Өзім де дәмін көрем. Жақсы бұламық. Бұламығыңды өзің же ендеше. Ал маған нормальный тамақ бер. Қарным ашты. Жарайды бауыр, саған өте дәмді құрт берем. О, құрт! Құртты жақсы көрем. Қане, әкел бері, тезірек. Қазір міне саған құрт. Серік, сен не, мені тағы да алдап тұрсың ба? Құрт қайда? Мына түрлі түсті домалақтар немене? Бұл құрт қой, сен сияқты мазасыздарға арналған. Қараш қандай әдемі, қызыл, жасыл. Бәрін өзім жасауым керек. Серік, білмейтін болсаң, нағыз құрт ол міне. Олай емес деп айтушы болма. Балалар, егер сендерге түрлі түсті құртымыз ұнаса, лайк басыңдар. Ал қоңырауды бассаңдар, Серіктің келесі жолы маған не әкелетінін жылдан біліп отырасыңдар. Серік, көмектес! Гуаш, сен сурет салғалы жүрсің бе? Жаққыштал, макарон бояймыз. Жарайды, маған қызыл түсін айт. Әдем болу керек деп ойлаймын. Керемет, маған да ұнайды. Тек жақсылап боя. Міне, осылай, Енді жасыл макарон жасайықшы, Жарайды. тамаша. Мінекей жасыл макарон. Негізі бауыр өте қызық болды. Ал осы түрлі түсті макароннан не істейміз? Қызық бір зат жасаймыз ба? Ештеңе де жасамаймыз. Міне қара, қызыл, жасыл, көк макарондар. Біз оларды суға қайнатамыз да, өте әдемі де дәмді түскі ас ішеміз. Жоқ, бауыр. Мұндай макаронды жеуге болмайды. Ал мен интернеттен балалардың түрлі түсті макарон жеп жатқандарын көргем. Сонда олар қайдан алған? Әрине бояған. Бауыр, ол сондай макарон. Оны зауытта жасап, арнайы тамаққа қосатын бояумен бояйды. Солай ма? Сонда ол гуаш емес пе? Жоқ, әрине. Мінекей, өзің қараш. Мен бәрін түсіндім. Балалар, макаронды өздерің боямаңдар. Одан да біздің каналға жазылыңдар. Серік, десерт қайда? Кішкентай дәмді. Окей, бауыр, міне саған ақылды ойларға арналған кәмпиттер. О, керемет қой, Серік. Маған осыны сыйлауды ойлап тапқан болсаң, бұл кәмпитті өзің де жеп көрген боларсың, Керемет! Жей қой, достым, жей қой. Мінекей кәмпиттер. Көрдің бе олар қандай? Домалақ, 4 бұрышты, 3 бұрышты. Қане әкел, көбірек. Мен ақылды болғым келеді. Сыйлықтар мен жүлделер алғым келеді. Айтпақшы, жүлде деген не? Жүлде дегеніміз бір жұмыста жеткен жетістігің үшін берілетін сыйлық. Яғни, ақылды болғаның үшін бе? Ендеше жүлде алғым келеді. Маған кәмпит бер. Қане, тезет. Балалар, бауырдың қандай өнер туындысын ойлап табатын білгілерің келсе, біздің арнамызға жазылыңдар. Және қоңырауды басыңдар. Сонда жаңа бөлімді өткізіп алмайсыңдар.